2012 жылдың 10 қазаны сәрсенбі күні Калифорниядағы зәулім үйден бірден екі адам, Питер Чедвик пен әйелі Квей із-түзсіз жоғалып кетті. Питер миллионер, аса ауқатты отбасының өкілі еді. Олар тұратын аудан қауіпсіздігі күшейтілген, байлар мекен ететін элиталы аймақ. Алайда, осы табысты отбасының кенеттен жоқ болып кетуіне полицияның ешбір түсіндірмесі болмады. Тек келесі күні ғана 911 қызметіне түскен бір қоңырау бүкіл оқиғаның бағытын өзгертіп, қылмыстың мәні белгілі бола бастады. Питер Ұлыбританиядан шыққан миллионер, жоғалған кезде жасы 48-де болатын. Жылжымайтын мүлік саласында ірі кәсіпкер еді. Бұл жолда оған ауқатты әкесінің де қолдауы тиген. Ал Квей 46 жаста, Малайзиядан шыққан дәулетті отбасынан. Екеуі колледжде танысып, 21 жыл бұрын шаңырақ көтерген. Питер бизнесін өрлетіп жүргенде, Квей отбасына адал, мейірімді ана болып, 3 ұлды тәрбиеледі. Балалары оның өмірінің мәні еді. Үй қабырғалары ұлдарының суреттеріне толы болды. Көршілер Квейді өте жайдары, ашық мінезді жан ретінде сипаттайды. Ал Питер көпшілікпен етене араласпағанымен, жұрт оны жақсы әке деп білетін. Сондықтан да 2012 жылдың 10 қазанында болған бір оқиға бәрін таңғалдырды. Сол күні Питер де, Квей де балаларын мектеп автобусынан күтіп алуға келмеді. Бұл олардың отбасына мүлде тән емес жағдай еді. Балаларды алғаш байқаған көрші әйел Чедвиктер отбасын жақсы танитын, еш ойланбастан балаларды өз көлігімен үйлеріне апарып тастамақ болды. Алайда олар үйге кіре алмады. Есік жабық, ал балалардың қолында кілт жоқ. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай болатын, себебі оларды үнемі ата-анасы қарсы алатын. Балаларды далада қалдырып кете алмаған көрші оларды өз үйіне ертіп әкетті. Арада бірнеше сағат өтті, бірақ ата-аналар қайтып оралмады. Осыдан кейін көрші алаңдап, полицияға қоңырау шалды. Мүмкін бір жағдай болған шығар. Полиция келгенде үйдің сыртынан еш күмән тудырарлық белгі көрінбеді. Есік бүтін, терезелер ашылмаған, ұрлық ізі жоқ. Бірақ соған қарамастан тәртіп сақшылары үйге кіруге шешім қабылдайды. Ішке кірген сәтте-ақ бір нәрсе дұрыс емес екені аңғарылады. Питер мен Квей үйде жоқ, бірақ олардың өз еріктерімен кеткені сенімсіз көрінді. Питердің жеке жұмыс бөлмесіндегі үлкен сейф ашық тұр. Қалыпты жағдайда ол жерде ақша мен төлқұжаттар сақталатын, бірақ бұл жолы олардың ешқайсысы табылмады. Ас үйде де біртүрлі жағдай. Үстелде жартылай желінген тағам, ашық тұрған тоңазытқыш. Бәрі аяқ астынан үзіліп қалған түскі асты елестетеді. Питер мен Квей асығып кеткендей әсер қалдырады. Алайда ең үрейлі көрініс жуынатын бөлмеде еді. Онда сынған әйнектер, шашылып жатқан құмыралар мен ваза сынықтары. Ал қабырғалар мен сүлгілердің бетінде көзге әрең көрінетін қан іздері анықталды. Бұған қоса үйдің гаражында отбасыға тиесілі жол талғамайтын көлік те жоқ болып шықты. Алайда бақылау камераларында шамамен сағат 13:00-де біреудің дәл осы көлікпен үй ауласынан шығып кеткенін көрінеді. Полиция үшін бұл үйде қылмыс болғанын анық белгісі еді. Оның үстіне бұл әрекет алдын ала мұқият жоспарланғанға ұқсамады. Керісінше, біреудің ашу үстінде жасаған ісі сияқты көрінді. Қылмыскер кейін асығыс түрде үйден кетіп қалған, тіпті дәлелдерді жасыруға да тырыспаған. Алайда ең маңызды сұрақтар әлі де жауапсыз қалды. Бұл үйде не болды? Питер мен Квей қайда кетті? Бұл сұрақтарға жауап келесі күні табылды. 911 қызметіне бір ер адам қоңырау шалып, Чедвиктер отбасының жоғалуына қатысты тың дерек берді. Бұл қоңырау іс барысын күрт өзгертті. The guy broke into my house. They've gone in a pickup truck. Okay, so your wife did that. She's dead. Yeah, they killed her yesterday. They killed her yesterday. He said that his wife is dead, but someone broke into the house and stole and he took her. Yeah, Okay, what? He found her. Who is he? Juan. Juan. How do you know Juan? I picked him up to look at some painting work at the house. I brought him to the house. And when did this happen? Yesterday, middle of the day. Қоңырау шалған адам Питер Чедвиктің өзі болып шықты. Ол 911 қызметіне қоңырау шалып, алдыңғы күні белгісіз біреулер әйелі Квейді өлтіріп, өзін ұрлап кеткенін айтты.
Бұл әңгіме тіпті 911 орталығындағы операторға да оғаш көрінді. Сондықтан ол Питерді полиция келгенше телефон тұтқасында мүмкіндігінше ұзақ ұстауға тырысты. Кейін Чедвикті полиция бөлімшесіне жеткізді. Сол жерде ол өз нұсқасын айтып берді. Оның айтуынша, оқиғадан бірнеше күн бұрын өзі қаржы құйған құрылыс нысандарының бірінде жүрген кезде оған Хуан есімді жұмысшы одан қосымша жұмыс сұраған. Питер оған үйін сырлап беруге болатынын айтыпты. 10 қазан күні Хуан үйге келіп, жұмысқа кіріспек болған. Ал Питер сол күні үйінде отырып, жұмыс бөлмесінде шаруалармен айналысып жатқан. Кенеттен ол жуынатын бөлмеден әйелінің айқайын естиді. Жүгіріп барған кезде Хуанның Квейді қылқындыру үстінде екенін көреді. Питердің айтуынша Хуан өте күшті болған, сондықтан ол араша түсе алмаған. Сөйтіп, әйелі сол жерде тұншығып қайтыс болған. Одан кейін Хуан үлкен пышақ шығарып, Питерге әйелінің денесін көрпеге орауды бұйырады. Сосын сейфті ашуына талап етеді. Сейфтен Хуан $10,000 ақшаны, бағалы әшекей бұйымдарды және екеуінің төлқұжаттарын алып кетеді. Питерге әйелінің денесін үйдегі жол талғамайтын көлікке салғызады. Пышақты тамағына тақап, Сан-Диего бағытына, Мексика шекарасына қарай жүруді бұйырады. Питердің айтуынша жол бойы ол Хуаннан өзін босатып, әйелімен қоштасуға мүмкіндік беруін жалбарынумен болған. Сапар кезінде Хуан біреумен испан тілінде телефон арқылы сөйлескен, бірақ Питер не жайлы сөйлескенін түсінбеген. Мексика шекарасына жақындағанда Хуан бір жанармай бекетіне тоқтауды бұйырады. Олар сол жерде досын күткен. Біраз уақыттан кейін әлгі досы келеді. Екі ер адам Квейдің денесін басқа көлікке ауыстырып салады да Мексикаға қарай кетіп қалады. Кетер алдында Питерге кейін қоңырау шалып дененің қайда қалдырғанын хабарлаймыз деп уәде берген. Ал олар кетісімен Питер бірден жанармай бекетіне кіріп 911 қызметіне қоңырау шалған. Осылайша Питер Чедвик полицияға оқиғаның өз нұсқасын жеткізген еді. Полиция Питердің айтқан әңгімесіне күмәнмен қарады. Біріншіден, оның сөзіндегі Хуан есімді адамға қатысты үйде де, көлікте де ешқандай із табылмады. Есесіне, Питердің денесінде көптеген тырнақ іздері болды. Олар әйел адамның тырнағынан қалған сияқты көрінді. Ақыры Питер Чедвик тұтқындалды және бұл істегі басты күдіктіге айналды. Алайда басты сұрақ сол күйі жауапсыз қалды. Ол неге 3 баласының анасын, өз әйелін өлтіруі мүмкін еді? Тергеу барысында Чедвиктер отбасының сырттай көрінгендей мінсіз емес екені анықталды. Соңғы бірнеше жылда Питер мен Квейдің қарым-қатынасы қатты нашарлаған. Квей күйеуінің өзіне назар аудармайтынына жиі шағымданған. Тіпті ол жақын құрбыларына Питердің өзін алдап жүргенін, онымен барған сайын алыстап бара жатқанын айтқан. Квейдің бір досы полицияға берген жауабында оның шын мәнінде ажырасуды ойлап жүргенін растады. Ал егер ажырасу болса, Питер мүлкінің едәуір бөлігін Квейге беруге мәжбүр болар еді. Отбасындағы келіспеушіліктердің тағы бір дәлелі Питердің компьютерінен табылған деректер болды. Онда қалай деп басталатын бір бет жазба сақталған. Бұл Квейдің жеке жазбасы болуы мүмкін. Ол күйеуінің интернеттен не іздейтінін жасырын бақылап түртіп отырғанға ұқсайды. Жазбалардағы іздеу сұраныстары шошытарлық еді. Негізінен Азиядағы жезөкшелерді іздеу. Алайда арасында мынандай қорқынышты сұрақтар да бар. Калифорнияда аборт жасау қанша тұрады? Адамды қалай қинауға болады? Сонымен қатар Квейдің жоғаларынан сәл бұрын Питердің бірнеше жыныстық жұқпалы ауру жұқтырғаны белгілі болды. Бұл жайында әйелі де білген. Питер тұтқындалғаннан бірнеше күн өткен соң полиция Квей Чедвиктің денесін тапты. Сан-Диего қаласының маңындағы қоқыс контейнерінің ішінен. Оның жанынан әшекей бұйымдары, ақшалары және төлқұжаттары табылған. Сараптама бойынша Квей қылқындыру арқылы өлтірілген. Бұл жайт күдікті жағдайды одан әрі күрделендірді. Егер Питер айтқандай, Хуан оларды тонау үшін келсе, онда неге барлық құнды заттарды мәйітпен бірге қоқысқа лақтырып жіберген? Питер Чедвикке өзінің әйелін өлтірді деген ресми айып тағылды. Бұрын айтылғандай, ол өте ауқатты адам еді. Сол байлығы және байланыстарының пайдаланып, түрмеге жабылудан құтылуға барын салды. Соттағы басты уәждерінің бірі, ол 3 баласына қамқор болып, оларды өсіру керек деген себеп болды. Сот бұл уәжді қабылдады. Питер $1 миллион кепілмен босатылды. Алайда бір шарт қойылды. Ол 2 төлқұжатын, британдық және америкалық, тапсыруы тиіс еді. Бірақ бұл соттың ең үлкен қатесі болды.
Питер банктегі есеп шоттарынан барынша көп ақша шешіп алып ізін суытты. Қолында ешқандай құжат болмағанына қарамастан ол елден жасырын шығып кетіп Мексикаға қашып кеткен. Оны табу үшін арнайы іздеу жарияланды. Питер Чедвикті ұстаған адамға $100,000 дейін сыйақы тағайындалды. Питер Чедвик 4 жыл бойы заңнан жасырынып, ізін суытқан күйі жоғалып кетті. Бірақ 2019 жылдың тамыз айында ол Мексикада ақыры ұсталып, ақш-қа депортацияланды. Қазіргі таңда Питер Чедвикке қатысты сот процесі әлі де жалғасуда. Бірақ бір нәрсе анық, бұл жолы оны ешкім кепілмен босатпайды.